Астаналық бойжеткен отбасылы адамның көңілдесі болудың қандай екенін айтып, жас қыздарды әйелі бар адамға жоламауға шақырды. Оның айтуынша, қазір отбасылы адамдармен көңілдес болуға дайын тұратын қыздар өте көп. Бірақ олардың 90%-ы әйелін тастап көңілдестеріне кетіп қалмайды екен. Жеңіл өмірге қатты қызығатын жігіттер бар. Жауапкершілікті әйелдің мойнына артып қоюға құмар, дейді Аружан есімді астаналық қыз. Ол Ерболмен бұдан 5 жыл бұрын танысқан. Бастапқыда оның құрбысымен жүріп жүрген Ерболды көріп, ұнатып қалған Аружан онымен қалайда жақындасқысы келеді. Өзінің Ерболға деген сезімін құрбысына айтқан соң, құрбысы өзінің жігітін Аружанға беруге келіседі. Сөйтіп, екі құрбыс отбасылы адамды қалай қолға түсіреміз деген мәселеге бас қатыра бастайды. Отбасылы жігітті ақыры өзіне қаратқан Аружан сүйіктісін қалай арбап алғанын айтып берді. Оны өзімнің үйіме шақырдым. Жалғыз оны ғана емес, жанына ортақ достарымызды да қостым. Бірақ Ербол елден бұрын ерте келді. Бастапқыда оны қатты ұнататындықтан қысылып, басқа бөлмеде дастархан жайып жүгіріп алдым. Қысылдым, ұялдым. Бір кезде ол өзі жаныма келіп, маған жақындай түсті. Осылайша біз төсектес болдық. Бір кезде достарымыз келді. Оларға еш нәрсе білдірмедік. Олар біраздан соң кетіп қалды. Ал Ербол сол түні жанымда қалды, дейді. Айтуынша, Ерболдың жары аса ауқатты, еліміздегі танымал тұлғалардың қызы болып шыққан. Ербол ата-енесінің зәулім сарайында еш қиындық көрместен өмір сүрген. Сол кезде оның бір баласы да болған. Бірақ жары әлбетте Ерболдың басқа қызбен жүргенін білмеген. Уақыт өте келе Аружан Ерболдың қарапайым отбасынан шыққанын білді. Бірақ оған Ерболдың ақшасы емес, сезімі маңызды болғандықтан оған мән бермеді. Өзінің қызметі жоғары, әрі айлығы да көп болғандықтан ол Алматыдан 170 мыңға 3 бөлмелі пәтерді жалдап, Ерболдың бар жағдайын жасауға тырысқан. Осылайша Ербол екі әйелдің ортасында шалқып өмір сүре береді. Күндер өткен сайын Аружанның сезімі ұлғая түсіп, ол оны әйелінен қызғана бастады. Кейде барлық шындықты әйеліне барып айтып, Ерболды отбасынан ажыратқысы да келген екен. Бірақ өзін сабырға шақырып, Әліптің артын бағуды ойлапты. Осылайша Аружан Ерболдың казиноға деген құмарлығын да байқап қояды. Ол тапқан таянғанын ақшасының барлығын құмар ойындарға жұмсап, ақшасын шашатынын біліп қояды. Тіпті бір кездер ол біреулерге миллиондаған қаражат қарыз болып, әйеліне үйімнен жырақта бола тұрайын деп алдап, Аружанның үйіне мүлдем көшіп келіп алады. Не ішем, не кием демеген жігітті енді Аружан асырауға мәжбүр болады. Осылай мен нағыз альфонс жігітке тап болдым. Мен оның шығындарын, кафе мейрамханадағылар есептерін түгел өзін төлеп жүрдім, дейді одан көңілі қалған қыз. Бірақ Ербол отбасын тастауды мүлде ойламаған. Әйеліне қарызымнан құтылып алған соң келем деп уәде етіп жүріп, ол көңілдесінің үйінде уайымсыз тұра береді. Аружан одан тіпті жүкті болып, оны бала арқылы өзіне үйлендіргісі де келген екен. Бірақ неге екені белгісіз, ол бала көтере алмапты. Бірде отбасылық мейрамдардың бірінде Аружан құрбыларын шақырып, Ерболға арнап дастархан жаяды. Бірақ Ербол қоңырау шалып, баламмен боламын, саған келе алмаймын деп тұтқаны қоя салады. Аружан одан да Ерболдан бас тарта алмайды. Сезімнің құрсауында жүріп, ол ар ұятты да ұмытып кеттім, дейді. Бірақ басынан өткен тағы бір оқиғаның болғаны оның есін бірақ жидырады. Бір күні түнде оянсам, Ербол орнында жоқ. Телефоны өшірулі. Бір кезде оның бар жиған терген ақшамды алып кеткенін көрдім, дейді. Аружан өзінің шалыс басып, қанша жылын зая кетіргеніне қатты өкінеді. Себебі Ерболды екі әйелді қойып, тіпті үшіншісіне де барып жүргенін біліп қояды. Әрең дегенде өзі-өзіне келген Аружан одан мүлде қол үзіп,
Дені дұрыс жігіт іздемекке бел буады. Бірнеше ай басқа қалаға кетіп қалған ол, оны 3 ай өткен соң әрең дегенде ұмытқандай болады. Бүгінде жүйке жүйесі әбден жұқарған қыз 30-дан асып кетсе де, әлі тұрмысқа шықпай жүр. Оның бойында түрлі аурулар пайда болған. Тіпті түнде ұйықтай алмайтын дәрежеге де жеткен. Оның біреудің шаңырағынан бақыт таппайтынына көзі жетіп, қыздарға өзі басқан отты баспауға шақырып отыр. Отбасылы адам көңілдес үшін отбасын тастап кетеді деген өте сирек болады. Сондықтан біреудің бақытына қол сұқпай, отбасылы адамдарға жоламаңдар қыздар, дейді Аружан.